Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіздер келіп қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте дәмді әрі оңай дайындалатын тіскебастар дайындайтын боламын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қызым сүйсініп жеп отыр. Сіздің де балаларыңыз таласып жеп қоятын болады. Ал ендеше осы тіскебастарды дайындайық. Ең алдымен таза ыдысқа айранымызды құйып, үстінен тұзды және де 2 жұмыртқаны жарып салып, оны қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламын. Венчикпен де араластырып алсаңыздар болады. Барлық жақсы араласқаннан кейін оның үстіне үкіштен өткізілген ірімшікті және шұжықты қосатын боламын. Кез келген шұжық түрлерін қолдансаңыздар болады. Және де оның үстінен туралған көк жуа немесе укроп қоссаңыздар болады. Бұл өз қалауларыңыз бойынша. Осылай барлығын араластырып алғаннан кейін оның үстіне електен өткізілген дайын тұрған ұнымыздың барлығын салып, үстіне 1 шай қасықпен қопсытқышты қосып, ең алдымен қасықтың көмегімен араластырып алып, одан кейін қолмен жақсылап қамыр илейтін боламын. Осы тіскебасарға қажетті заттардың барлығының құрамын төмендегі описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Мінекей осындай жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін оны 10 минуттай тындырып қоямын. Тынған қамырды осылай ұн себелей отырып, бір қайтара илеп алғаннан кейін қолмен жайлап жайып, одан кейін оқтаудың көмегімен жайып, өзім қалаған қалыңдықта жаямын. Сіздер өздеріңіз қалаған көлемге келтіріп жайып алсаңыздар болады. Осылай барлығын біркелкі етіп жайып алғаннан кейін оны кескіштің көмегімен ұзынша бөліктерге бөліп аламын. Сіздер өздеріңіз қалаған үшбұрышты көлемге немесе дөңгелек пішінде кесіп алсаңыздар болады. Мінекей барлығын осылай кесіп дайындап алдым. Енді қызып тұрған сұйық майға салып, 2 беті қызарғанша қуыратын боламын. Тіскебастарымыздың барлығын қызартып қуырып алғаннан кейін, оны сүзіп алып, ыдысымызға салып алғаннан кейін ыстық күйінде дастарханға ұсынсаңыз, немесе салқын күйінде де дастарханға ұсынуға болады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі оңай, сондай-ақ ерекше тіскебастар шығады. Және арасы толықтай пісіп шығатын болады. Егер де осы видео ұнаған болса, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісіп, және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.